миофасциал массажын жасайын деп тұрмыз. 2 сағаттық массаж құрғаққа жасалады и табаннан басталады. Не үшін табаннан десеңіз, барлық денедегі точка табанда. Табандағы точкаларды босатып, денедегі барлық спазмдарды босатам. Так, точкаларды айта кетейін. Мына белдің точкасы. Кімде бел ауырып тұрған болса, бұл қызымыз бүгін бірінші күн келатыр. Аппетаймыз бірінші күнге фасциялардың бәрі қатып қалған, көріп тұрсыздар. Қан айналымы жоқ, табаны аппақ болып тұр и денесі өте құрғақ. Қан айналымы жоқтарда осылай или давление, или анемия болып жүреді. Мына бел точкаларының босатам. Кәдімгідей фасциялар қытырлап жатыр. Құлақтың точкаларын босатам. Көздің точкаларын босатам. И бастың точкаларын босатам. Осылай. Кімде бұл пациентімізде гипертониясы бар екен. Қазірде жоқ, қазір кезінде, но шығып тұрады дейді. Кімде давлениесі көтеріліп, или анемия болып жүрсе, оның бәрі қан айналымы дұрыс болмағаннан болады. Невроз басқа алып тұру керек и денеге миофасциал массажын алып тұру керек. Потому что денедегі барлық точка табанда, соны босатып жатырмын. Іш құрылыстың точкаларын бәрін босатам. Кімде вздутие бар болса, іш қату болса, соның бәрін точканы босату керек. Іш органдары босаса, барлық дене босайды. Оның точкалары міне табанда тұр. Ахилловое сухожилияны босатып кетем. Бұл ахилловое сухожилие кімде аяғы мұздап или ысып жүрген болса, сухожилие, ең үлкен сухожилие бұл тұрып жұмыс жасамайды. Содан болады. Аяғыңыз былай қойыңыз. Мына тобықты көріңіздер. Тобықты осылай полный әр точкасымен, спазммен жұмыс жасау керек. Осылай босату керек. Фасцияларды босату керек. Кімде спазм болса, осылай уже білінеді, ауырады точкалар. Отек болады. Осы тобықтың айналасын бәрі отек болса, ол белде, почкада воспалениясы бар.